Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз buy side және sell side ликвидностьтер туралы айтатын боламыз, яғни сатып алушылар және сатушылар жағындағы ликвидность. Сонымен қоса біз старый максимумдар мен старый минимумдар және equal high, equal low, яғни равный максимумдар мен минимумдар туралы да айтатын боламыз. Жалпы ликвидность тақырыбына өтпестен бұрын бізге ең бірінші түсініп алу керек нәрсе ол свингтерді түсініп алуымыз қажет. Себебі нарықта кез келген нәрсені анықтау үшін бізге осы свингтерді білу өте маңызды. Соның ішінде ликвидность анықтаған кезде біз осы свингтерге қарап оларды белгілейміз және табамыз ликвидностьтерді. Енді нарықта бізде екі свинг түрі бар. Оның біріншісі swing high, екіншісі swing low. Swing high бізде қалай қалыптасады? Оның сол жағында және оң жағында өзінен төмен орналасқан максимумдар болу керек. Ал swing low қалай қалыптасады? Бұның сол жағында және оң жағында өзінен жоғары орналасқан минимумдар болуы керек. Сол кезде swing high және swing low қалыптасады. Не себепті бұлар бізге өте маңызды? Себебі мысалға алып қарайтын болсақ, егер тренд өзгергеннен кейін, яғни бычий трендтен медвежий трендке баға өзгерсе, онда шорт позиция ашқан трейдерлар өздерінің стоптарын осы свингтердің үстіне қояды. Ал керісінше медвежий трендтен бычий трендке нарық өзгеретін болса, онда лонг позиция ашқан трейдерлар өздерінің стоптарын осы свингтердің үстіне қоятын болады. Сондықтан бізге осы свингтерді толық түсініп алу өте маңызды. Келесі ол buy side және sell side ликвидностьтері. Осының алдында ғана біз өттік, яғни свингтерді қалай қалыптасатыны туралы. Мына жерде бізде диапазонның жоғарғы жағына қарайтын болсақ, бізде swing high-ды көруге болады. Яғни оның екі жағында өзінен төмен орналасқан максимумдар болады дедік. Және осы swing high-дың үстінде бізде міндетті түрде шортқа позиция ашқан трейдерлар болса, стоптарын осы swing high-дың үстіне орналастырады. Сондықтан біз бұны buy side ликвидность деп атаймыз. Және крупный капитал, яғни осы ликвидностьтерге қарай бағытталатын болады. Себебі бұл жақта бізде ликвидностьтер өте көп шоғырланады. Buy side, яғни не себепті сатып алушылар жағындағы ликвидность десеңіздер, себебі мына жаққа бізде крупный капитал келгеннен кейін осы жерге келіп распределение жасайды, яғни таратады өзінің активтерін. Кімдерге таратады? Әрине сатып алушыларға. Сатып алушылар деп отырғанымыз бұл пробой бойынша жұмыс жасайтындар болуы мүмкін, яғни осы маңызды уровень бұзылғаннан кейін олар осы жерге тест жасап, ары қарай баға өседі деп ойлауы мүмкін. Дәл сол кезде бізде крупный капитал осы жерге келіп распределение жасайды, яғни өзінің активтерін таратады сатып алушыларға. Келесі, диапазонның төменгі жағына назар аударатын болсақ, бізде swing low қалыптасқан, яғни swing low жағына сізге түсіндірдім, оның екі жағында өзінен жоғары орналасқан минимумдар болады. Және бұрын осы жақта long позиция ашқан трейдерлар болса, структура өзгергеннен кейін, онда олар өздерінің стоптарын осы swing low-дың маңайына орналастырады. Сол себепті біз бұны sell side ликвидность деп атаймыз. Бұл жақта да бізде ликвидностьтер өте көп, сондықтан ертеме кешпе бәрібір крупный капитал бұл ликвидностьке де қайта оралып, осындағы стоптарды тоқтататын болады. Мына жерден де біз swing low-ды көріп отырмыз. Бұл да бізде sell side ликвидность деп белгілеп алсақ болады. Себебі мына жерде бізде екі жағында өзінен жоғары орналасқан минимумдарды көріп отырмыз. Sell side ликвидность деп атауымыздың себебі, яғни сатушылар жағындағы ликвидность, бұл да дәл жаңағы логика бойынша бізде нарықта пробой бойынша сауда жасайтын трейдерлар бар. Мысалға, осы маңызды уровень, яғни swing low уровеніне баға пробой жасайтын болса, бізде сатушылар пайда болады. Яғни дәл осы уровенге баға қайта келіп тест жасап, ары қарай төмендейді деп ойлап, шорт позиция ашатын трейдерлар нарықта болады. Сол себепті бізде крупный капитал осы жердегі трейдерлардан активтерді сатып алады. Кейін осы жаққа барып, кез келген максимумдарға барып, оларды таратады, яғни таратып жібереді. Келесі тақырып бұл ликвидность түрлері. Мына жерде бізде старый максимум бар және старый минимум бар. Бұл да бізде ликвидность болып саналады, яғни старый максимумдарда міндетті түрде бізде ликвидностьтер өте көп орналасады және старый минимумдарда ликвидностьтер өте көп болады. Сондықтан дәл осы аймақтар бізде бағаны өзіне қарай тартып жылжытып отырады. Және екінші ликвидность түрі ол equal high және equal lows.
Бұл да бізде нарықта равный максимумдар мен равный минимумдар бағаны өзіне қарай тартып отырады, және бұл аймақта да бізде стоптар, ликвидностьтер өте көп болады. Мысалы, уровень сопротивления немесе поддержкамен жұмыс жасайтын трейдерлар болса, олар мына жерге бағаның 2 рет келіп тест жасағанын көрді, және 3-ші рет келіп тест жасағанда олар кіреді позицияға, яғни шорт позицияға. Ал мына жақта бізде equal lows бар, яғни баға осы жерге келіп тест жасап ары қарай өседі деп ойлайды. Бірақ бізде ондай жағдай болмайды, себебі баға дәл осы аймаққа келіп тест жасап, кейін сәл ғана откат жасауы мүмкін. Трейдерларды осы жаққа қайтадан кіргізу үшін бір PD массивіне дейін баға откат жасауы мүмкін. Сол жерде пайда тапқандар тапты, таппағандардың барлығы сол келесі импульстық қозғалыспен стоптары тоқтатылып, яғни крупный капитал барлығын нарықтан шығарып жібереді. Келесісі де дәл солай, яғни трейдерлар дәл осы жерге келіп бағаның тест жасағанын күтеді, және осы жерден лонг позицияға кіріп бастайды. Ал баға жай ғана крупный капитал бағаны жоғары қарай өсіреді. Мүмкін ол агрессивті түрде баға өсіп жатқан болуы мүмкін, бірақ кейін қайтадан сол белсенді күйінде келіп осындағы стоптардың барлығын тоқтатады. Бұл мысалда біз ликвидностьтерді жаңағы өткен ликвидность түрлерін белгілеп үйренетін боламыз. Жалпы ликвидностьтің қалай қалыптасатыны туралы айтатын боламын. Жалпы мына жерден біз не көріп тұрмыз? Әрине, бұл аймақта бізде 2 равный максимумды көріп тұрмыз, яғни бұл equal high buy side ликвидность ретінде белгілеп алдық, және мына аяқтағы қозғалыстан қандай ликвидность түрлерін көріп тұрмыз, соны талдап жіберейік. Мінекей бізде уже buy side, екінші buy side ликвидность қалыптасты, себебі бізде swing high пайда болғанын, яғни жасалғанын көріп тұрмыз, себебі екі жағында өзінен төмен орналасқан максимум бар, ортасында мінекей бізде swing high нүктесін көріп тұрмыз. Дәл осы бұл да бізде buy side ликвидності болып саналады. Екіншісі, мына аймақта төменгі диапазонға қарай назар аударатын болсақ, бізде sell side ликвидностін көруге болады. Себебі бұның екі жағында өзінен жоғары орналасқан минимумдар бар. Бұл бізде swing low, сондықтан бұны біз sell side ликвидность ретінде белгілеп қоямыз. Баға мүмкін дәл осы равный максимумды шешпестен бұрын осы ликвидностьтерді шешіп алып, стоптарды жинап алып, содан кейін барып қана осы аймаққа стоптарды көбейткеннен кейін барып импульстік қозғалыспен стоптарды осы жердегі шешу мүмкін. Мына жерден тағы да бірнеше равный минимумдарды көріп тұрмыз. Мінекей бір свинг тұр, мінекей бір свинг тұр. Бұларды белгілеп қойсақ болады. Sell side ликвидность. Тағы да мына жерлерде бірнеше sell side ликвидностьтер тұр. Енді бағаның қозғалысына назар аударайық. Мінекей бірінші бізде баға осы buy side ликвидностіне оценка жасады. Енді келесі қозғалыс бізде манипуляция болуы мүмкін, немесе бірден осы equal high-ды шешуі әбден мүмкін. Мінекей бізде дәл осы жерде тағы да бір buy side ликвидності қалыптасқанын көріп отырмыз. Екі жағында өзінен төмен орналасқан максимумдар бар, және сонда осында белгілеп қоюымыз қажет. Әзірге бізде баға осы екі диапазонның ішінде консолидация жасап жатыр. Бұл бағаның әдепкі манипуляциясы болып саналады, яғни позицияларды көбейту үшін. Баға sell side ликвидностіне қарай жақындады, және дәл осы жерге келгеннен тағы да баға откат жасайын деп тұр, себебі бұл аймақтан да позицияға кіретін трейдерларды көбейту керек. Сол себепті баға, яғни крупный капитал манипуляция жасайды. Мінекей sell side ликвидності толықтай шешілді жерде тұрған. Енді бізде баға остан разворот жасайды ма, әлде дәл осы ликвидностьтерді шешуге кетеді ме, оны бағаның қозғалысына қарап анықтайтын боламыз. Мінекей бізде екі sell side ликвидностіне оценка жасалғаннан кейін, мына жерден біз тағы да бір sell side ликвидностінің пайда болғанын көріп отырмыз. Себебі екі жағында өзінен жоғары орналасқан минимум бар. Бұны біз swing low деп атаймыз, және sell side ликвидность деп атаймыз. Мына аймақта бізде равный максимумдар бар. Ендігі мақсат, бағаның мақсаты осы равный максимумдарды не істеу мүмкін, шешу мүмкін. Және алдыңғы сабақта біз структура бойынша да өткен болатынбыз, және сол кезде мен структураның өзгеру туралы айтқан болатынмын.
яғни бізде көбінесе манипуляциялар көп болады. Сол бір манипуляциялық қозғалысты осы жерден көруге болады, себебі мына жерде бізде тренд өзгерген сияқты болды, бірақ бізде баға трейдерларды осы жерде шорт позиция ашуға кірген трейдерлардың барлықтарының стоптарын және осы жерде равный максимум бойынша позиция ашатын трейдерларды манипуляциялау үшін жасалған бұл жалған структураның өзгеруі болуы мүмкін. Неке бізде баға buy side ликвидностін қалыптастырды және мына жерде тағы бір sell side ликвидності бар. Тағы бір buy side ликвидності. Мына жерде бізде равный минимумдар бар, яғни equal low. Тағы бір buy side ликвидності және осымен қосқанда бізде осы жерде екі равный максимумдар бар, equal high. Неке осы equal high'ды баға толығымен шешті. Мына аймақта бізде бірнеше равный минимумдар қалды және мына жерде тағы да бір buy side ликвидностін қалыптастырған болатын баға. Әрі қарай белсенді қозғалыс жасап, мына аймақта бізде тағы sell side ликвидності қалыптасты. Оны да белгілеп қоямыз, баға міндетті түрде келуі мүмкін бұл аймаққа. Мінекей толыққанды бізде баға осы buy side ликвидностін шешкен болатын. Әрі қарай бізде мына жерде екі ликвидность түрін көріп тұрмыз және оның астында имбаланс бар. Мүмкін баға осы екі ликвидность шешіп, имбалансқа тест жасап, ары қарай өсуі мүмкін. Яғни осындай қозғалыс жасауы мүмкін. Осылайынан ары қарай өсе беруі мүмкін. Мінекей көріп отқандарыңыздай баға осы sell side ликвидностьтеріне оценка жасады. Бұл ең бірінші баға сыртқы ликвидностьке оценка жасаған болатын, яғни оны шешкен болатын. Енді келесі оның мақсаты ол ішкі ликвидность. Сондықтан ол осы sell side ликвидностьтерін шешуге келе жатқанын көріп отырмыз. Неке мына жерде бізде тағы бір swing low қалыптасты. Бұл sell side ликвидності. Мінекей тағы buy side ликвидності бар және мына жерде тағы да бір buy side ликвидності бар. Мына аймақта равный максимум қалыптастырды баға және мына жерде бізде sell side ликвидностін қалыптастырды. Мінекей көріп отырғанымыздай бізде баға дәл осы максимумға жеткен болатын, өте белсенді қозғалыспен. Ал мына аяқта баға тек қана откат жасаған екен. Осы минимумнан баға аса алмай, трендті ары қарай жалғастырған болатын. Мына аймақтағы қозғалыс бізде консолидация бізде ары қарай трейдерлар тағы да осы жерге тапсырыстарды жинау үшін болады. Консолидация бізде көбінесе осы максимумдардың үстінде немесе сол аймаққа жақын жерде болады. Кейін бізде баға манипуляция жасауы мүмкін. Осылайынан диапазоннан шығып барып, содан кейін барып қана осылай өсіп кетуі мүмкін. Бұл жерде бізде ешқандай манипуляция болған жоқ. Бірақ осы жерде бізде равный екі минимум қалып қойды. Мүмкін баға болашақта келуде. Неке баға қайтадан келе жатыр. Мына жерде бізде buy side ликвидностін қалыптастырды. Мінекей бізде осылайынан buy side және sell side равный максимумдар, минимумдар туралы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.